Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі нәзік болып шығатын сметаник атты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап каналға тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға қопсытқышты, салқын сары майды және де қантты қосып, қолымызбен осылайынан үгітіп, крошка дайындайтын боламыз. Енді осы үгітілген крошкамыздың үстіне жұмыртқамызды қосып, орташа жұмсақтықта қамыр елейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді оны целлофанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып алатын боламыз. Қамырымыз тоңазытқыштан шыққаннан кейін оны формамызға орналастыратын боламыз. Менде 23-ші диаметрдегі осындай арнайы форма. Оны мен алдын ала сары маймен майлап алған болатын. Қамырды формаға салып, осылайынан қолымызбен жан-жағының барлығына қамырды жеткізіп, бортики жасайтын боламыз. Мінекей осымен қамырымызды формаға жайғастырып болдық. Енді осы форманы тоңазытқышқа салмасын дайындап боламыз дегенше салып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, қаймаққа қантты қосатын боламыз. Қаймақ менде 20%-дық дүкеннің қаймағы. Майлылығы 20%-дан кем емес қаймақ пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Оның үстіне жұмыртқаны қосып, осылайынан араластыратын боламыз. Араластыру кезінде миксерді пайдаланбаймыз, оның орнына силиконды күрекшенің, қасықтың немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Осы салмасын дайындаған кезде тым көп араластыруға болмайды, 20-30 секунд арасында араластырсақ болғаны, бізге тек осы 3 ингредиентті бір-бірімен біріктірсек болғаны. Осымен салмасы дайын болды. Енді тоңазытқыштағы форманы алып, ішіне салмасын құйып, 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут арасында пісіріп алатын боламыз. Піскеннен кейін тек толығымен суығаннан кейін ғана кесетін боламыз, себебі піскен кезде ортасы кішкене сұйықтау болып тұрады. Осымен осындай өте дәмді әрі нәзік болып шығатын сметаник атты пирогымыз дайын болды. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.